Тағы бір лайфхак менен. Мінеки біз осындай остатка снежинка эко кожам қалған еді. Мінеки қараңыздар, кәдімгі керемет астары бар эко кожа. Осыдан кішкене кусочек қалған еді. Және де кейін басқа да дастарханнан кесілген мынандай қиындылар бар еді. Мен еш нәрсені тастаған жоқпын. Сол үшін сіздерге лайфхак. Кішкене кухонный столға мынандай енді мынанша кусокты лақтырып жіберу я жаңағы пайдаланбау, ол енді небе ысырапшылық болады. Сол үшін мен сіздерге осындай жағдайда ең ақырында қалған дастарханнан кухонный столға дастархан тігіп жіберсеңіз бідер болады. Бірақтан да менің дастарханым мына кусочегім жетпегендіктен үйде мынандай қалдықтарды алып мен мына жағына жалғап жатырмын. Мінеки. Оны тегіс қылып тігіп шығу үшін не істейміз? Менің кухонный столымның ұзындығы 150, ал ені 80. Ол үшін маған жан жағына 10 сантиметрден түсіп тұру үшін ұзындығы 1,70, ені 1 метр болатындай дастархан керек. Мінеки мен сол дастарханды солай қылып пішіп алдым. Міне ортасы 150 екен, қыздар. Сол үшін 170 болу үшін маған тағы екі шетіне 10 сантиметрден түсіру үшін 20 сантиметр дастархан қажет болды. Мінеки мен екі жағынан жалғадым 10 сантиметрден. Мінеки ең алдымен біз мынадан 1 метрде 10 сантиметр, ені 10 сантиметр, 1 метр ұзындықты алып аламыз. Одан кейін беттестіріп, мінеки, беттестіріп, ұштастыратын кезінде мынаны сәл, мына кусочекті, мына жалғауды сәл артықтау қылып алған жөн. Кейін тігіп болғаннан кейін барып қиып тастаймыз. Өйткені бұл қисайып кетуі мүмкінді. Менің басымнан өткен, сол үшін айтып жатырмын. Мінеки мына жағынан кішкене артық, ар жағынан да кішкене артық қылып алдым. Көрдіңіздер ғой. Енді беттестіресіз. Содан кейін қолмен, міне ақ жіппен әдемілеп бір ырғақпен мінеки бірдей расстоянияда көктеп шығамыз. Қолмен ірі болама, не ұсақ болама, мінеки. Одан кейін барып машинкаге былай саламыз. Дәл сол тігістін. Ал егерде бірден машинкаге салатын болса, қыздар, ол кезде сіздер адасасыздар. Менің басымнан өтті. Мінеки былай болған кезде мынау волна болған. Сол үшін бірінші қолмен тігіп алып, қолдың үстімен жүрсеңіздер, мінеки тез және оңай бірден тігесіздер. Нерв болмайсыздар, бастарыңыз ауырып, бастарыңызды қатырмайсыздар. Міне осылай. Міне, ал мінеки құрметті көрермендер, мен мына жақтарын тегіс қылып қиып алдым. Міне, енді ручкамен өзімнің кухняма төсейтін болғандықтан осы дастарханды өзіме тігіп жатқаннан кейін ручкамен сызуға тура келіп тұр енді мінеки. Сіздерге көрінсін деп. Міне, мына жағынан 5 сантиметрден өлшей отырып, міне, 5 сантиметрден өлшей отырып, осындай сызықты мен стразыйге кішкене сызып алдым. Стразыйым сол кезде жаңа таңдай оңай әрі тез және түзу тігілетін болады. Сол үшін сызып алдым. Негізі қыздар простой карандашпен сызасыздар. Мына видеоға анық болып түспейді простой карандаш, білесіздер. Сол үшін мен осылай қылып сіздерге көрсетіп жатырмын. Ал енді бірінші біз кружевамызды тігіп алайық. Содан кейін барып стразымызды тігетін боламыз. Ал енді қыздар, мына жағын бірдей қылып, артық қылып алдық қой, мынаны бірдей қылып кесіп алу үшін оның лайфхакы мында. Мінеки, былай қара қойып отырамыз. Міне, мына жағымен бірдей болды ма, былайынан сызып аламыз да, мына жағын қайшымен тегіс қылып қиып аламыз. Бітті. Мінеки құрметті көрермендер, енді біз тігіп болғаннан кейін, міне былай жағынан тіксек та болады, мына шетін былай әкеп қойсақ та болады, міне. Бірақ маған былайынан ыңғайлы болып тұр. Өйткені нан-пан сүрткен кезінде мынау былай болып тұрса, мінеки мына жаққа кіріп қалады, дұрыс па? Мына жерлерге кіріп пішенайның қиқымы солай жиналатын болады. Онан қайта былай қарап тұрайық. Өйткені столдың үстінен түскендердің бәрі мына жерге жиналмайды, ал ары қарап түсіп кетеді, я сүртіп алуға оңай болады, мінеки. Менің ойымша осы дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін осы жағынан бетіп қайырып үстінен түсемін. Мінеки, бісміллә деп 0,1 шов қыламын. Астына бетіп қайыра отырып, закрепляющий шов жасаймын, қыздар. Бекітемін енді жаңа тіккенімді.
мінекей қандай тігіс түсті. Ал тамашалаңыздар. Керемет емес пе қыздар? Тым білінбейді, ровно әдемі дастархан бола қалды. Болады ғой кухняға, ас үйге. Керемет дастархан болды. Мына артықтау қылып аламыз мінекей қыздар. Қазір угол шығарғанда керек болады ар жағы. Ал енді кеттік. Бисмилля деп. Мынаны үстімен тігіп кете береміз. Ал біз мінекей мына невеге кеп қалдық қыздар. Мына бұрышына дастарханның. Білесіздер, я бұрышын до конца тігіп аламыз мінекей. Содан кейін лавканы мына қоя тұра. Тегіс қылып жатқызып аламыз. Одан кейін барып мынаны беттестіре отырып. Мінекей. Мына жаққа қарап кететіндей қылып. Бұрышымыз әдемі тегіс болып шығуына көмектесеміз. Ол үшін ине қажет бізге. Мына жағын бүйтіп тыға отыра. Бұрышын мына жері, мынаусын мінекей тегістеп аламыз. Сонда тегіс жату керек қыздар мына жағы. Углы тегіс жатса, әдемі идеальный шов болады. Мінекей әдемі углымыз шықты, идеальный болып. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне осылай болып шықты қыздар. Углымыз керемет әдемі болып шықты. Көрініп тұрған болса, дастархан тігіп үйреніп жатсыз, бірақ стразыңыз қисық тігіле ме? Оның сыры, лайфхагы мынау. Тек астынан сызып аласыз білдірмей, содан үстінен басып тігіп кетесіз. Сонда идеальный шов болады қыздар. Оны менің Асылзат мастер-класс каналыма тіркеліп, жаңа сабақтарымды көрсеңіз болады. Мінекей, құрметті көрермендер, мен сәл артықтау қылып алдым. Міне, қазір мына жерін қиып тастап, тағы бір закрепляющий шов жіберемін, бекітіп тастаймын мына жерін. Ал енді мына жаққа қаратып, мына сызған сызығымыз мына ортасына келу керек, ине кіретін жеріне. Керемет кухонный дастарханымыз дайын болды қыздар. Мынаны қараңыздаршы. Асылзат Deluxe уют маркет мінекей өзіне әдемі қылып, керемет қылып дастархан тігіп алды. Кейінрақ столдағы төселінген невесін көретін боласыздар, үлгісін. Менің каналыма подписаться, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де шебер достарымыз